Xiaomi OneBot 6 Max-қа қазақша шолу. Кеттік. Менің бұл проекторға басым кетіп жүргеніне жарты жылдай болған шығар. Міне жақында алып, кәдімгідей балаша мәз болып жүрмін. Өзі жеңіл, дизайны әдемі, мықты жиналған. Үстінде тасымалдауға арналған белбеу бар. Артында 2 USB, қосымша динамик немесе құлаққапқа арналған қосқыш, AV және HDMI, одан төменгі жағында қуат қосқышымен өзінің дыбыс динамиктер орналасқан. Достар, өзінің колонкасы да бар. Ал алдыңғы жағында суытқыш вентилятор орналасқан. Вентилятор дегенде, аз-маз шу дауысы бар, бірақ кедергі келтіріп көңіліңді түсіретіндей емес. Ең төменгі жағында штативті тағуға, яғни штативті қатыруға арналған тесігі бар. Өзімен бірге тек қуат сымы және пульті жүреді. Пульті кәдімгідей Smart TV пульттарындай, тек бір айырмашылық, пультта фокусты реттеу батырмасы бар. Болды. Фокусқа келгенде проектор қосылған кезде оны өзі реттейді. Ал істей алмаса, сол пульттегі батырмамен реттеп аласыз. Проектор өзі Android 9 жүйесінде жұмыс жасайды. Бәрі керемет, еш қатпайды, қумайды, Bluetooth, Wi-Fi бәрі жылдам жасап тұр. Ішінде қажетті қосымшалар YouTube, Twitch, Netflix, қалаған бағдарламаларды қондыру мүмкіндігі бәрі бар. HDMI арқылы ноутбукты жалғап жұмыс жасауға да болады. Оған қоса, егерде смартфоныңыз Android болса, тіке телефон экранын проекциялауға мүмкіндік бар. Проекция сапасына келсек, жарық деңгейі жоғары. Түстерді өте жақсы жеткізіп тұр. Бөлмеңіз қатты қараңғы болмаса да жақсы көрсетеді. Бірақ бұндай проекторларды тас қараңғыда қарау керектігін білесіңдер ғой. Сонда ғана толықтай оның кайфын сезіне аласыз. Маған мысалы қатты ұнады. Үйде отбасымен бірге кино қарауға керемет нәрсе. Оның үстіне телевизорге қарағанда оның көзге зияны төмен. Өйткені жарық сәулелері тіке көзге түспейді. Керемет. Алғаш қосқан кезде Google-да тіркеулі аккаунтыңыз болу қажет. Басқа ештеңе сұрамайды. Қабырғаға минимум 1,5 метр, ал максимум 7 метр қашықтықта қойылға болады. Әрине, алыс қойсаңыз бейне үлкен болады, ұзындығы шамамен 5 метрдей, кинотеатрдан кем емес, Әрине, ондай үлкен бөлмеңіз болса, әрине, әңгіме жоқ, рахаттанып қарайсыз. Дыбыс динамиктеріне келсек, ол тек бір жерде орналасқандықтан дыбыс моно болып естіледі. Бірақ үйде арнайы кино колонкаларыңыз болса, дым қиналмай, қаласаңыз Bluetooth-мен, қаласаңыз сыммен жалғап қоса бересіз. Сол кезде шынымен кинотеатрдан кем болмайды. Ал енді бағасына келсек, мен бұны 198 мың теңгеге сатып алдым. Кредитке. Маған компания тегін берді деп ойлап қалмаңыз. Кім айтты блогер болу оңай деп. Лайк басып кетіңіз, жолым жеңілдесін кішкене. Негізі шын мәнінде бұл проектор өз бағасына тұрар дүние. Барлық заты өз орында, артық айтар еш нәрсем жоқ. Бұрын сатып алған немесе сатып алғысы келетіндер болса, төменде сұрақтарыңызды қойсаңыз, қуана жауап беремін. Айтпақшы, қалаған суретіңізді салып беретін жасанды интеллект туралы білесіз ба? Менде бір әдемі видео бар. Сілтеме міне, видеоны қарап кетіңіз. Осымен болды. Видео ұнаса, енді не істеу керектігін білесіз. Келесі видеоларда көріскенше.